Бүгінгі біздің кезекті шығарылымымыздың ерекше сыйлы қонағы облыстық республикалық конкурстардың жеңімпазы, IT маман, информатика пәнінің мұғалімі Айбек Қалдабұлы. Қош келдіңіз. Сізге қойылатын бірнеше сұрақтарымыз бар. Оның ішінде бірінші сұрақ бізде жалпы біздің тақырыптарды білесіз, кітапқа байланысты тақырыптар қоямыз. Бірінші сұрақ сізде сіз үшін қандай кітаптар маңыздырақ? Кітапты немесе қалай таңдау керек? Жалпы негізі өзімнің ұнайтын жанрда оқитын кітаптар негізі ғылыми танымал әдебиеттер және осы бизнеске байланысты жалпы адамды қалай дамыту керек осы бағыттағы кітаптарды оқығанын ұнатамын негізі. Жалпы негізі енді кітап таңдаған кезде ол әркімнің өзінің қызығушылығына байланысты деп ойлаймын. Бұл әр адам өзі қандай бағытқа қызығатынын таңдап, негізі енді бірінші кітап оқыған кезде ең бірінші жеңіл кітаптардан ол енді әркімде әр кезде келуі мүмкін. Мен мысалға мектеп оқып жүрген кезде ондай кітапқа қызығушылық деген болған жоқ. Кейінгі уақытта мысалға тұлғаларды кездестіресіз, сол кезде ол тұлғалар қалай жетті деген кезде сол ең бірінші менде қызығушылық танытып, сол тұлғалар туралы кітаптар оқып, олар қалай жетістікке жетті деген сияқты сол кезден бастап кітапқа қызығушылығым артты. Яғни енді бұл кітапты таңдау барысы енді әркімде жаңағыдай әртүрлі келуі мүмкін. Мысалы кей кезде уақытқа байланысты және жағдаяттарға да байланысты болады бұл кітаптарды бастап кетуі. Енді осы кей кезде мотивация дейді ғой, мотивация беру керек болады. Әртүрлі кітап таңдаған кезде оқушыларға енді мотивация қазіргі кезде оларға менің ойымша сыйлық беру деген сияқты, мысалы әртүрлі жарыстар, ынталандырулар ұйымдастырылса, негізі оқушылардың да қызығушылығы артып, оларға қызық болады. Өте орында. Келесі сұрақ. Жұмыс өтіліңіздің бар 2 жыл, жас мамансыз мектебіңізде. Тыңбай еңбек етесіз. Соңғы жетістігіңіз сіздің республикалық педагогикалық идеяларда бірінші орын алып келдіңіз, Алматыда өткен сайыста. Сол сайыс қалай ойлайсыз, сіздің көп оқығандығыңыздың арқасында ма, немесе бұл дарындылық деп ойлайсыз ба? Негізі көп оқығандықтың арқасы деп те айтуға болады. Өйткені бірінші бұндай жарыстарға негізі жалпы осы жарыстарға қалай келдім, негізі бұл жетістік. Мысалы бірден қазір айтып жатсыз ғой, осындай облыстық республикалықтың жеңімпазы деп. Негізі бірден бұлай бола салған жоқ. Негізі ең бірінші осы басқа да жарыстар болды, қатыстым, ол жерде ұтылып қайттым деген сияқты. Содан тәжірибе жинақтағанда енді өзіме осы сұрақ қойдым, неге мен ұтылып қала беремін деген. Содан кейін осы жаңа айттым, бұл өзіме бірінші сұрақ қойдым. Содан кейін ғана мен жаңа айтып өткендей басқа іс-әрекет, осы кітап оқудың арқасында ол жетістікке мысалы қалай жетуге болады, немесе жаңадан нәрсе үйрену керек бар, осының барлығын осы кітап оқу, әртүрлі осы интернет желісіндегі тек қана кітап емес қой, қазір кітап журналдар бар, әртүрлі бағытта осыларды оқу барысында осы жетістікке негізі жетуге себеп болды деп айтамыз. Өйткені енді дарынды деп айтып жатса, дарыныңыз арқасында ол дарын болса ол ертеректері шығарма еді деген сияқты. Осы кітаптарды оқып, осының нәтижесінде негізі осылай нәтижеге жетіп отырмыз. Барлық кітаптың арқасында кітапты болу. Кезекті сұрағымыз, осы жақында ғана Грандмастер бағдарламалау мектебінің ұйымдастыруымен өткен Олимпиада барысында Қызылорда Қорқыт Ата атындағы университетінің білім алатын 2 оқушыны жеңіп алды. Осы оқушыларды оқуға деген құштарлығын қалай ұйымдастырдыңыз? Оқуға деген құштарлығын бұл оқушылар енді о бастан өздері де осы таңдап алған кезде дарыны бар балалар ғой. Өйткені оларға әрі қарай тек қана осындай себеп және көмек керек болды. Мен өзімнің тәжірибеммен бөлісе отырып, оларға егер де сендер де осындай жетістікке жеткілерің келсе, осындай кітаптар оқысаңдар болады деген сияқты өзімнің бағыт бағдарлар беріп отырдым.
және ең бірінші мен өзім де тұлғалардан үйренген сияқты дәл солай оларға да тұлға болуға тырыстым. Соның арқасында мен бірінші біреуден бірдеңе сұрамас бұрын, мысалы мынандай нәрсе істемесе өзім бірінші көрсету керек дейді. Сол себепті мен де өзімнің оқыған кітаптармен мынандай нәрселер оқыдым, өзімде кітап оқып жүргенімді көрсету арқылы оларға да осындай себепкер болып, олардың да осылай кітаппен оқып әрі қарай дамуына себеп болды. Нәтижесінде енді былтырғы жылы енді халықаралық ғылыми зерттеулер жобасында оқушы 2-ші орын алды. Биыл енді осы жаңа бағдарлама, спорттық бағдарламаларға қатысып, 2 оқушы білім грантына иегер болды. Соңғы сұрақ, осы идеяны жүзеге асыру үшін қанша уақыт кетті? Жалпы бұл идеяны жүзеге асыруға 1,5 жылдай уақыт кетті. Жалпы бұл идеяға негізгі бірінші осы мұғалімдік жұмысқа тұрғаннан кейін осы мұғалімдерде қандай қиыншылықтар тудырады деген сияқты сұрақтар туды. Бірінші содан кейін мен өзім мұғалімдер арасында сауалнама жүргіздім, қай нәрселерді жеңілдету керек деген сияқты. Содан осыған байланысты жобаны жасауды бастап кеттім. Енді қазіргі кезде уже бірінші кезеңіндеміз жобаның, әрі қарай дамыту ойда бар. Дамыту үшін біз бұны нарыққа шығару керек бұл жобаны. Тек қана идея түрінде қалмау керек. Осы нарыққа шығару үшін қазіргі таңда Казинновation бағдарламасына сәйкес осы 100 миллион теңгеге дейін грант бөледі, соған қатысуға дайындалып жатырмыз. Жалпы осы Казинновation жобасына қатысуға өзінің курсы бар, ол курстан өтіп қойды. Енді құдай қаласа осы жаз уақытында осы жобаның өзіне қатысамыз. Соңғы сұрағымыз, IT маман ретінде кітапқа деген қызығушылықты ұйымдастыру мақсатында қандай жоба жасау ойыңызда бар? Жоба ойда бар дегенде қазіргі таңда уже жасап жатқан жобамыз бар. Осы биылдан бастадық. Осы оқуға құштар жобасы аясында оқушылардың ең басында айтып ынтасын ынталандыру керек деп соған байланысты өзінің платформа жасап жатырық. Кітап оқу деп аталатын. Бұл жерде оқушылар өздері ай сайын мына кітапты оқимыз деген сияқты таңдаулар жасайды. Мысалы біз кітаптар береміз, соның ішіне оқушылар осы айда осы кітапты оқысақ деп. Содан кейін осы кітапты оқуға 1 ай уақыт беріледі. 1 айдан соң барлық оқушылардан осы платформаның ішінде тест, викторина ретінде тест алынады. Және осы тесттің нәтижесінде оларда рейтинг шығады. Және ең үздік деп танылған оқушылар осы бұл әр ай сайын жүзеге асырылып тұрады. Және жыл соңында бірінші жүлделі орынды алған оқушыларға, рейтингі жоғары оқушылар сыйлықтармен марапатталатын болады. Жалпы енді бұл платформаның өте пайдасы көп деп ойлаймын. Мысалға бір оқу жылында 9 ай бар. 9 айда демек оқушылардың 9 кітап оқушы орын көзде жасап отыр деген сөз. Өте жақсы. Сізге бүгінгі сұхбатқа келіп ой бөліскеніңізге қуаныштымыз. Сізге алдағы уақыттарда шығармашылық шабыт тілейміз. Жақсы.